Біз кітап оқу пайдалы екенін естігенбіз, бірақ кітап оқу несімен пайдалы, өмірде көмегі тие ме, одан да документальный фильм көрмейміз бе, аудио кітап тыңдамаймыз ба? Бүгінгі бейнеде мен осы сұрақтарға жауап берем. Сіздермен Алдияр, ұзақ созбай бастайық. Бірінші ол тәжірибе. Бұрынғы замандардан бастап ғалымдар өз білген жүйелі түрде жазу арқылы жеткізген. Қазіргі заманда дарынды адамдар айлар мен жылдар үздік туынды жазуға құртады. Ал біз өмірбаяндарды алсақ, бұл сол адамның өмірлік тәжірибесі. Оңай түрде айтсақ, егер сіз 20 жасыңызда 40 жасар кісі жазған кітапты оқысаңыз, онда сіз сол адамның өмірінде болған оқиғаларын, өмірге көзқарасын, жиған терген білетін боласыз. 50-100 адам керемет өмірбаянын оқыңыз және өміріңізге енгізіңіз. Бұл сізге дұрыс шешімдерді оңай қабылдауға көмектеседі. Сосын, сізде бір ми болмайды, 100 ми болады. Бұл дөрекі айтылған. Ақыл. Сіз көп кітап оқысаңыз, онда сіз көптеген мәліметті білетін боласыз және сол мәліметті тез пайдаланасыз. Тура мағынада айтсақ, сіз миыңызды кішірейтесіз. Сіз ақылды, білімді адам боласыз. Кітап оқу сізді бір нәрсеге бірнеше сағатыңызда назар аудара білуге бейімдейді. Қазіргі заманда клиповое мышление деген термин тараған. Егер мен әрбір 30 секунд сайын суреттерді ауыстырмасам, онда сіз мағлұматты нашар қабылдайтын боласыз. Егер кітап оқысаңыз, назар аудару қабілетіңіз жоғары деңгейде болады. Бұл жұмыс істеуге немесе сабақ оқығанда ойыңыз бөлініп кетпеуге көмектеседі. 2016 жылы бір зерттеуден 3500 адам 12 жылдық зерттеуден өткен. Бұл зерттеу өлім санына бағытталған. Бұл зерттеуге аталар, балалар әр жерден, әр қаладан, ауруды, сауды, байды, кедейде адамдар қатысқан. Бір сөзбен айтқанда, зерттеу шынайы өткізілген. Кітап оқыған адамдар, газет, статья оқыған адамдардан гөрі 20%-ға ұзақ өмір сүрген. Енді ақша жағына да келдік. Егер сіз бірнеше жыл айына бір кітаптан оқысаңыз, онда байып кетесіз деп кепілдік бере алмаймын. Бірақ өзгерістер болады. Көріңіз және не шыққанын жазыңыз, егер ұмытып кетпесеңіз. Барлық бай адамдар көп кітап оқиды. Міне, 2019 жылда ақш-та өткізілген зерттеу. Бұл жақта $30,000 кем табыс табатын адамдардың 3-тен 1-і кітап оқымаған. Ал $75,000 көп табатын адамдардың 14% ғана кітап оқымайды. Содан байлық пен кітап оқу бірге жүретінін тұжырымдай аламыз. Сосын барлық бай адамдар тек қана тәжірибе алатын кітаптарды ғана оқиды. Олар өз-өзін дамытуға арналған инвестиция жайлы өмірбаяндар және үйрететін әдеби кітаптар. Ойлар. Әрбіреуімізде күшті идеялар болады, бірақ біз оларды сөзбен жеткізе алмаймыз және басқа адамдарға емес, өзімізге жеткізе алмаймыз. Біз бұл күшті идеяларды құрылымға салуымыз керек және оңай тілмен жеткізуіміз керек. Ал біз бұл идеяларды білетін сөздік қорымызбен басқа адамға жеткізсек, онда сол адам сізді түсінбей, өз сөздік қорымен түсінеді. Шығу жолы бар. Ол кітап оқу. Кітап оқу сіздің сөздік қорыңызды үлкейтетіндігі дәлелденген. Бұл сөйлесуге үлкен көмегін тигізеді. Эмпатия. Эмпатия бұл басқа адамға уайымдау, басқа адам сезген сезу. Кітап оқу сіздің ойлау жүйеңіздің сезімталдығын арттырады. Бұл сіз кітапқа қаншалықты кіріп кеткеніңізден болады және сіз қаншалықты ұзақ оқығаныңызға байланысты. 1 сағат орташа кітап оқығаннан сіз компанияның жаны болып кетпейсіз. Ал 1 ай мен бірнеше қызықты кітапты алсақ, сіз компанияның жаны болып кетуіңізге үлкен мүмкіндік бар. Қағаз кітап, электронды кітап немесе аудио кітап. Әрқайсысы пайдалы, бірақ өзгешеліктер бар. Аудио кітап пен кітап оқуды салыстырғанда, кітап оқу шамал ғана пайдалы болып табылады. Міне, мидың картасы. Өзгешеліктер өте аз. Электронды кітап пен қағаз кітапты салыстырғанда, онда қағаз кітап есте сақталу жағынан жақсы, ал электронды кітапта свет бар. Кез келген уақытта оқи беруге болады. Қалай кітап таңдауға болады? Оқыңыз. 10% кітапты оқып көңіліңізден шықпаса, онда келесі кітапқа көшіңіз. Осылай өзіңіздің кітаптарыңызды таба аласыз. Сосын кітап таба алмай жатсаңыз, онда интернетке топ 10 кітап деп жазып, сипаттамасын оқып таңдап алыңыз. Сосын өзіңіз біліңіз, қағаз кітап оқисыз ба, электронды кітап оқисыз ба, немесе аудио кітап тыңдайсыз ба? Енді кітап оқығыңыз келген шығар. Егер келсе, онда алғысыңызды жақындарыңызбен бөлісумен білдіріңіз. Сосын көп адам кітап оқуды бастасын десеңіз, онда лайк басып, пікір қалдырып,
арнаға тіркеліңіз.